Елен телеканалында хаберлер, студияда Эльмас Аблакимова. Ассаляму алейкум. Украинада русларны тамыр халқлар сырасындан сылдылер бөлі қарарны мемлекетінің президенті Владимир Зеленский қабул етті. Комшу девлетте мили суалда зияде кергенлер, что Украин президентінің офисы юқары раданын бақылывына тамыр халқлар ақында давалы меселені чыққарды. Бұл весеқаға Бинаен тамыр халқларға руслардан ғайры, ақруслар, молдованлар, велеклер кірмеді. Бөлі формулировкаға көре Украинада яшаған руслар тамыр халық деп сайылмай. Осы нөбетінде Русия президенті Владимир Путин қайдетті ки, халықларны бөлмек бұл тарихны доғыру көстермемек. Украинаның тамыр халқы Украина территориясында шекілінген автохтон этник топлылықтар. Оның өзгін тілі ве медениеті бар. Ананеви, ичтимаи, медени яда тағдым етіже органлары бар. Олар өзлеріні Украинаның тамыр халқы деп саялар. Бұл әәлі тіркібінде этник қысымдыр ве Украинадан тыш оның девлет құрылышы жоқ. Тамыр халқлар жедвелінде руслардан ғайры, асырлар девамында яшаған ақруслар, ехудилер, лех, венгр, булгар ве дігер милетлер бекіллері шығарылды. Я қанлары қарышық олғанлар не yapmalı? Зеленский өзі ехуди миллеттен. Бұл адамлар не yapmaq кереклер? Оларға миллетчі Алманияда олғаны кібі баш кеміклеріні циркульнен үлчейджеклер ма? Ве о тамырлы Украинияда жоқ деп белгілейджеклер ма? Русия президентінің ноқтайы назарынен Қырым акимиетінің бекіллері де разылар. Бір кімсе екінші сорт олмаға істемес. Мен тіл ве дігер шейлер бойынша дискриминация қында бір шей демейім. Ама бұның нәтижесінде юзлер жебін. Белкіді миллионлар адамлар екінші сорт олмаға істемейіп, яда көчіп кетмеге, яда өзлеріні башқача язмаға башларлар. Инсан ве миши азлықларының ақуқлары бозылуыны қайд етерек, Қырым сакинлері де оз қаршы фікірлеріні ифаде етелер. Зеленский эфенді Украинаға о қадар менфи іші япқан президентлерінден бірідір ке. Менімже, Украинаның президентлері бері-берлікте бұл қадар япмадылар. Бөле тешібіслер тек оның рейтинглері жойылмасына дегілде. Украинада оның сияси фаалиеті дағылу алып келелер. Зеленскийнің қанун лейхасы Владимир Путиннің сөзлеріне көре халқара гуманитар ұқық нормаларына уйғын дегіл Украинада тамыр халқлар сайылмағанларға әвелері туған тілде лаф етмеге ясақ еттілер. Енді есе оларны рей беруден четлештірмезлер деп үміт етмек қала. Ленуза Бурситова ве Рамазан Аливапов миллет үшін. Cumhuriyet yolbaşçısından teşekkürname, şeferli unvanlar, medaller, fahri yarlıklar, el saatleri, kaba bakşışlarını 30'dan ziyade Kırım sakini elde etti. Bu çeşit müessesede ve idarelerde çalışkanlar olar yarımada inkişafına o seselerini koştular adettince Rusya konuna bağışlanған tedbir Cumhuriyet'nin Nazirler Şurasında geçti. Бүгін әркезні мемлекетімізде ең мұйым девлет байрамынен Русия күнінен қарламаға істейім. Бұл несілден несілге еткізілген мирас. Әрбір несіл мемлекетіміз ве тарихымызға қошқан иссе. Урф адетлеріміз ве ананелеріміз сақланылғаны ақта тимсал ташай. Бойле мұйым байрамларда бүгінгі зиманеви Русия девлетінің инкишафына өз иссиясыны қошқан әрбір инсанға тешеккөр сөзлеріні айтмаға істейміз. Bundan da gayrı tantanalı tedbir çerçevesinde öz ilk vesikalarını Rusya Federasyası'nın pasportlarına yaş Kırımlılar elde ettiler. Бөлі күні Cumhuriyet yolbaşçısından pasport almaq bu pek қуанчылы. Sağ olunuz. Ezan sedası bütün Kırım boyunca geçirilgen Ananevi konkursunun finalı Ahmedjit'te Boğurça kasabasının cəmisinde geçti. Finalga çıkan 29 iştirakçı, onların yaşları 6'dan 80'gece Müslüman ümetinde namazga çağırgan Dülber ezan okulunu numayiş ettiler. Neticeler ve galipler hakkında Kimesi Dametova. Aşhadu anna Muhammadar Rasulullah. Сайлама турларını keçip finalga çıkanlar Kırımның çeşit şehir ve rayonlarını takdim eteler. İslam Terek rayonundan kelgen Nuri Halilov uykenler arasında galip çıkan ezan çağırıcısı oldu. Onun 9 yaşlı oğlu Eşref de azan okuy ve babasından ibret ala. Ezan okumaq қабілеті – bu onu okuған insan için Allah'ның merhametidir. Bu Allah'tan berilgen istidattır. Allah-u Teala öz kuluna böyle merhametlik bağışlay.
3 яш категориясының иштиракчилери эзан окулуу дулберлигинде ве doğru телафузда оз күчлерини сынадылар. Огланчыклар, яш йигитлер ве буюклер. Эзан окумак үчүн onun сөзлерини эзберден билмек yeterli дегил. Жюри азалары арасында руханийлер, эзан doğru окулуунун темеллерини билген тежрибели адамлар. Олардан бири Эдем Люманов, Калай ислами илимлер медресесinin mudiri. En esası ses, bu Allah'ın bir vergisidir. İkincisi, işte aytkanımız gibi bu doğru okunması, sözlerin doğru ifade edilmesi ve üçüncüsü işte ozunu tutması. Bir iştirakçının sanada ozunu tutabilmesi. Yaşlar ve balalar ket-kete İslam dininin çokça meraklanalar. Bu bizim baba dedelerimizden kalgan mirastır. Kırım'da çok güzel bir ezan okunmasını isterik ve ona da yaptığımız hiçbir şey ayamadan, hiçbir şey düşünmeden ne kadar elimizde var yardım onu yapacak ve onu mutlaka o ezan en güzel şekilde okunacaktır, eşitilecektir. Her yıl geçirilgen ezan sedası adlı Butun Kırım konkursunun galiplerini kıymetli başışlarının takdirlediler. Bu televizorlar, planşetler ve telefonlar oldu. Hepsi iştirakçilerge hatıra başışlar berildi. Takdirlenu merasiminin sonunda tedbirinin misafirleri beraberlikten namaz kıldılar. Lenuza Bursiyetova, Kimi Sidametova, Said Lillayev, Millet için. Kırım üniversitetlerinin studentleri arasında ecnebi teller ket-kete alışkılı olaularının ekseriyeti Hindistan'dan, Kıtay'dan, Suriye'den ve Orta Asya'dan kelip okuylar. Rus tilini yaramay bilgenler hazırlık kurslarında okuylar. Güzel Mambetova böyle studentlerinin konuştu. Katrol Kırımga 3 yıl evvelsi Kongo memleketinden keldi. Onun tili endi bir karar. Stereotipler bozuldu. Ama okup başlaganda çok ağırlıklarga rast kelgen edi. Studentlik yaşayışı bu en yaxşı devirdir. Yaşlarnen beraber cemaat işinin uğraşamız. Men bunu pek beğenem. Çetel studenti üniversitette okugandan berli faalci oldu. KVN oyununda iştirak eti ve bütün Rusya'da seyahat etti. Ama kadrolga Rus ve İngiliz tillerine bakanda tuvgan Fransız tilinde konuşmak kolaylı kele. Margarita Dudnik ise Rus tilini öğrenmedi. O Kırım paytahtına Donetsk şehrinden geldi. КФУ okumağa kirdim çünkü men Kırım'ны pek beğenem, onun iklimini. O nasıl tez inkişaf etkenini. Men Kırım'da kalmağı isteyim. Ama gerekli kadar tecrübe toplap olsam tuvgan şehrime yardım etmege isterdim. Çetel tili studentler arasında alışıklı ola. Bir-birlerini anlamak için hocalar da tırışalar. Misal olarak Kırım Federal Üniversitetinde 2000'den ziyade çetel studenti okuy. Olar 58 memleketini takdim etti. Bu studentlerini okutkan vakit bunu iş planında nazarda tutmağa tırışamız. Til meseleleri ola, mında da anlamağa tırışamız. Kurs ve diplom işlerinin mevzularını olarının evesligine geliştirmege tırışamız. Bugün çetel turistlerinin Kırım Cemaat Palatasının reisi Aleksandr Farmanchuk görüşüv geçirdi. O studentlerge Rusya'da tahsil alu hakkında tarif etti. Cemaat Palatası, onun halk diplomatiyası, bu onun iş tili. Biz tek Kırım topluluğunun adamlarının konuşmaktan gayrı Kırım'da okuganlarının iş tutamız. Onlar takdim etken devletlerinin ve mına böyle görüşüv geçirmege karar aldık. Endi bunu muntazam surette yapacağız. Bu pek mühim olganını anladım. Diğer memleketlerden gelip okugan studentlerini en evvela Kırım üniversitetlerinde berilgen tahsilinin yüksek keyfiyeti meraklandıra. Studentlik dostluğu bu gelecekte memleketler arasında subet tezilivinin temelidir. Kırım Ali okuv yurtları çetel abituriyent ve aspirantlarını bekley. Ayşe Şulakova, Güzel Mambetova, Arsen Fukala, Millet için. Yalı kenarı açıldı. Sağ kurort şehrinde çok beklenilgen yalı kenarının kuruculuğu yekünlendi. Sakinler ve musafirler endi acayip manzaralarga ve onaytlı zonaga bakıp keyiflene bileler. Sayıl çetinin abadanlaştırılığı federal maksadlı program amelge geçirilüğü çerçevesinde geçti. Obyektinin meydanlığı 12 gektar, uzunluğu 3 kilometrege biraz yetmey, yalı kenarının kuruculuğuna 800 milyon ruble ayrılgan edi. Dekoratif hafızlar, şadırvanlar, amfiteatr, bala, sportif meydanları ve rahatlık yerleri endi musafirlerini karşılamağa hazır. Kıyımnalıp yürgen adamlar için de onaytlı şaraitler yaratıldı. Yalı kenarı çok vakit devamında kurulganına bakmadan nihayet yekünlendi ve bugün siz unikal şadırvanlarını, mevzui meydanlarını, rahatlanıv zonalarını ve küçük mimari şekillerini görüyorsunuz. Biz bugün aytamız ki adamlarını bu yerge celp etken kuch var. Olar şifalı gol yanından nefes alacaklar. Bu da pek yaxşı. Deniz proseduralarını bedava almak mümkün.
Култамақ ве яны шырин су станциялары құрылывының сонки басамағы екінленді оларының көчу насыл ве ярмаданын насыл қысымлары енді сунин. Темележегін ақында Лилия Ислямова біле. 12 скважина вес onun көчлі ақымы. Жанкой районын яны шырин көйінде Весеетлер районын Култамақ көйінде 2 су чеку станциясы құрылып бетті. Ишлер 3 елдан зияде алып барылды. Иншатлар епсі земаневи талапларға уйғын. Башында су скважиналардан чекіле виандан баруларға ақып келе. Бұл сув кефе ве кері шейрлеріне ақызылажақ. Сув беруінің күчу бір суткада 75 bin кубометрны тішкелетте. Бір сув станциясында кішір резервуар теміз сув. Оларға 400-2,5 bin кубометр геже сув сыға. Бұл ерде қоланылған 10 неве резерв үшін 2 скважина бар. Оларының теренлігі 185 метр. Бұл скважиналардан сув теміз сабутларға ақа. Bundan evvel o karışıbdan keçe. Анда гипохлорид натрия қошылады соң сув насос станциясына етіп бара. Bundan da gayrı Новогригорьевка сув станциясыны да құрып бітірділер. 3 минбадан сув Шимали Қырым каналына юланыла, андан Ярмаданын шарқи қысымна доғыртыла. 2014 seneden Berli kanaldan suv kapatılған vaqt Şarkı Kırımға suv bermek için imkanlarını qıdırıp başladılar. Tekliflerden biri yerastı suv menbaalarını kullanmak edi. Федераль мақсадлы программа бойынша сув чеку станциялары құружылығының сонки басамағына 1 миллиард 18 миллион рубль айырылды. Шымды олар ярымаданы сунен темін етмеге азыр. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, Милет үшін. Кезлевде елінің сонуна 27 яна трамвай пейда олacak. Вагонлар сатын алынуы Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксеновның ярдымны еле мүмкін олды. Бүгін бірінші трамвай тақдим етіле, ойында яқын вақытта маршрутқа чыққажақ. Трамвай Зиманеви донатма еле темин етілген. Все 27 единиц будут заменены. Нақлиятның епсі 27 нұсқасы яңартылажақ. Оларны оңайтыларға деңіштірежеклер. Олар кефиятның епсі стандартларына ұйғын. Бұл іш üzerinde әм бізі мүтехасызларымыз әм де истисалыжы чалышты. Лейха яратылуында бұл шерге айыт хусусиетлер назарға алынды. Мисал оларақтар, yollar ве илахре. Қавет әлбесінің сырлары біздің бүгінгі қараманымыз севімлі ішімлік ярдымнен дөлбер ресімлер ярата. Устаның бөлі уникаль қоқулы тасверлеріні көрмек ве ресімні алып кетмек үшін она ата четелден келелер. Ватандашларымыз ақында біздің дайми рубрикамызда қаве ресімі ұста Зеври Сулейманов. Кокулы қавені мұсафірлеріне Зеврияға Сулейманов ось еллерінен джезведе пішіре. Қаве үчілген сон, оларның филджанларында ақықы жанлы образлар пейдаула. Бұны фал бақмақнен адаштырмақ мүмкін. Амма йоқ, бұл бөле бір санаттыр. Ось ұсталығында қараманымыз мистик бір шей көрмей. О Қырымда бұл сирек жанрда çalışқан екене ұстадыр. Муэлиф айтаки, оның тасверлері әр вақыт фарқлы ола. Сықалда телбе озы ресамның фікірлеріні доғры йөнеліш бере. Бөле ресімлер яратмақ весірларны açмақ қабиелеті әр кезге берілмей. Зеври Сулейманов тек образларны ярата. Бұндан сон есе хаял ве тасавур қошыла. Уста етрафта көрген әр шейден илхамлана. Бұ да истидаттыр. Қарт адамларда чықап, қызлар, апайлар, оғланлар, балачықлар, ишфақ балалар іште. Köpek müşüktaydı, razda öylüşiler o'z-o'zining ko'zini ko'rinishdi. Xavе тәлбесінден ресім яратмақ қолай дегіл. Xavе фактурасы айры технологияларны талап еті. Шекеріне қоясың, япшақ қолай түшіп күтмей, асыпатсы етмейді. Устанан ашыны көрмек вересімні озуңнен алып кетмек үшін оңа ата четелден келелер. Бөлі истидатыны Зеврияға 30 елдан евелсі абайлады. О вақыт Афганистан женкінден сақ қайтқан еді. Қаве ішкенде ішіне әулешілер көріне, телбесіне. Мұнда бияққа токем, анда токем, сон адамларға айтам, әбліші көрем десем, олар көрмейм. Сон мен алып озым ручкадан ерен давать еттім іште.
Заметлі иш вечебер эллер. Қараманын іч бір күні бош кечмей. Оның бұйық ходжалығы бар. Хавузында балық бақа. Да бір порция емек түшірем. Соң обырас сылана бір хач күнде. Бірден қойсаң топеге көтеріле. Якында да бал құртларнен оғрашы башлады. Бұндан да ғайры юзы масравчылығына авеслігі бар. Бұ ішнің де чоқысы инжеліклеріні біле. Егер бағламасаң, елден сыналар. Бұ сады сөзлер олса біле дүнияда тынчылық ве барышы олсын. Зеври Сулейманов тамам бөле шейлер ақында арсеті, яза ве айта. Устанын ресімлері де айны шуны ифаде еті. Гузель Мамбетова ве Рамазан Аливапов, Миллет Ичун, Ахмеджит районы. Ратлық күнлері Миле телеканалында Қырымның эсас информацион программасы Эрджума ақшамы ве базар күнлері сат 7:30-та Айше Шылакова нетежелерілі қачырманыз. Башта сөз олды. Бұл әлбетте біз рус алимының эсас проблемлеріне музыкере еткен эсас саяси мейданчықтар. Улы Рус сөзі деп адланған 14-ші халқара фестивалінің нәтижелері ақында мақсус левхамызны сейретініз. Қырымда суф етішмемезлігі меселесі кечмішті қалды. Ярымадамызны суф теминлевнің стабилизациясы дегілде, әнді ейлештіру фишлері девам еті. Олар 2023-2024 сенелері екенленecek. Қырым суф анбарларында едек барге баққанда 10 миллион кубометрге артқачтыр. Федераль мақсадлы программа объектлеріне айырылған паралардың аман-аман ярысы әнді масраф етілді. Біз график бойынша иш тұтамыз. Тапшырылуға кедер етежек телуке yok. 100-ден зеде объект бұл сене тапшырылуға азыр. ПМФ форумының нәтижелері Қырым сувнен теменлювы. ФЦП объектлері ве yollarının тамираты ақында Cumhuriyetimizдің баш назиры Евгений Кабанов тариф етежек. Милет телеканалы үшін оның эксклюзив интервьюсы. Деве құшы еміртасындан пішірілген омлетнің дадыны алмақ, эшеклер үстінде кезінтілер. Шер қалабалығында нұзақ ерде ратланув. Деве құшлар башыны құмға сақламайлар, бұл ұйдырылған фікір, чүнки олар тез чапалар, ләкин олар чоқый білелер. Ярым адамызның ажайыпкерлерінде кечіріле білген кезінтілер. Шымдыки даққаға бұл хаберлерінің епседі келечек енімізні қачырманыз.